Қарашығанақ Petroleum Operating BV компаниясы 2015 жылға арналған тұрақты даму туралы есебін жариялады. КПО мұндай қаржылық емес есебін осымен 8 жыл бойы жасап келеді. 2009 жылы КПО GRI және есептілік жөніндегі жаһандық бастамалардың халықаралық деңгейіндегі басшылығының талабына сай тәуелсіз тараппен тұрақты даму туралы есеп жариялаған Қазақстандағы алғашқы компания саналады. Ал 2014 жылы GRI 4 басшылығының соңғы үлгісі бойынша тұрақты даму туралы есеп шығарған алғашқы компания болды. КПО компаниясының бұл есебі мүдделес тараптармен байланыс орнатудың басты тетігі болып саналады. КПО компаниясының басты мақсаты Қарашығанақ мұнай-газ конденсаты кенішін қауіпсіз режимде, экологиялық тұрғыда сауатты игеру, сонымен қатар жергілікті қауымдастықтардың әлеуметтік-экономикалық ахуалын дамытуды көздейді. 2015 жылғы есебінде компанияның Қазақстандағы тұрақты даму қарқынының негізгі аспектілері мен жетістіктері баяндалады. Мұның ішінде экологиялық, экономикалық және әлеуметтік салалардағы мәселелер де қамтылған. Персонал мен технологиялық процестердің қауіпсіздігі, еңбекті қорғау мен денсаулық, қызметкерлерді оқытып үйрету, еңбек тәжірибесі мен мінез-құлық этикасы, ауа құрамына мониторинг жасап, парниктік газдардың шығарылу көлемін қысқарту мен су мен қуаттың пайдаланылуын реттеу және қалдықтарды басқару жұмыстары қамтылған қоршаған ортаны қорғау бағдарламасы, Батыс Қазақстан облысының дамуына үлес қосу, жергілікті құрамды ұлғайту жобалары, әлеуметтік инфрақұрылымдарды кеңейту, әлеуметтік дамыту бағдарламалары арқылы жергілікті халықпен байланыс орнату, тағы да басқалары. КПО-ның қаржылық емес есебі компанияның тұрақты дамуға құлшынысының белгісі. 2015 жылға арналған есепке Ernst & Young тәуелсіз сарапшы компаниясының баға беруі бұл мәліметке деген сенімді арттыра түседі. КПО компаниясының тұрақты даму саласындағы 2015 жылғы жұмыс туралы толық ақпарат алғыңыз келсе, КПО-ның 2015 жылғы тұрақты даму туралы есебі жарияланған мына сілтемеге өтуіңізге болады.